Қостанайда карате киокушинкайдан ерлер арасында 9-шы Қазақстанның ашық кубогы және қыздар мен әйелдер арасында ел чемпионаты өтті. Еліміздің 11 облысы және Алматы мен Астанадан келген 200-ге жуық спортшы жүлделерді сарапқа салды. Жылдың қорытынды турнирі саналатындықтан әр аймақтың бапкерлері ең мықтыларды алып келген екен. Бүгінгі өтіп жатқан сайысымыз бүкіл Қазақстандық киокушинкай карате ұйымының бір үлкен бір қорытындысы. Неге десеңіз, қыздар арасында, жас қыздар арасында өтіп отырған сайысымыз 13-ші рет. Бүкіл Қазақстандық киокушинкай карате ұйымының абсолюттік чемпионаты да кубогы бүгін өтіп жатыр. Бүгін бір тәуелсіздік күніміздің үлкен мерекесіне қосқан өзіміздің бір бүгініміз. Жалпы командалық есепте Қарағанды спортшыларына тең ешкім болмады. Екінші орын Павлодардан келген каратешілерге бұйырса, үшінші орынға алаң иелер саналатын Қостанайдың қыз-жігіттері иеленді. Осыдан 10 жыл бұрын қыздар арасындағы біріншілікті ұйымдастырғанымызда 4 облыстан небәрі 30 спортшы қатысқан. Былтыр 11 облыстан 100-ге жуық қыз-келіншектер қатысса, биыл міне барлығы 150-ге жуық спортшы келіп отыр. Бұл дегеніміз елімізде карате киокушиннің мәртебесі өсіп келе жатыр деген сөз. Бір айта кетерлігі, күні бүгінге дейін Жамбыл, Атырау және Қызылорда облыстарында карате киокушинкай спорты енді дамып келеді екен. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келесі жылы өтетін біріншілікке биыл жарысқа қатыспаған облыстар тартылатын болады. Сонымен қатар каратешілер турнирдің екінші күні бірінші, екінші және үшінші данды алу үшін сынақ тапсырды. Емтиханға Қостанайдан 200-ге жуық балалар қатысып отыр, және жан-жақтан келген бірінші дан, екінші дан, үшінші данға ол деген шеберлік дәрежеге тапсыру емтихан. Осы дан емтиханына қатысушылар 40-тан астам спортшылар жан-жақтан келген, әр облыстан, 13 облыстан келген спортшылар қатысып отыр. Барлығы 57 спортшының арасында тек екеуі ғана ауыр жаттығулардың соңына дейін шыдамады. Ал келесі жылы Қазақстанның ашық кубогы және қыздар мен әйелдер арасындағы ел біріншілігі Семей қаласында өткізіледі деп ұйғарылды.